Біз жүзіп жүрген жер Рас Мұхаммед ұлттық паркі. Рас Мұхаммед ұлттық паркіндегі маржан рифтер табиғаттың өзі салған таңғажайып картина іспетті. Осы жерге әрине су асты әлемін көруге келеді. Египет елінің бір ғажап қыры Қызыл теңіздің тылсым тереңдегі өмір. Жалпы Египет әлемдегі ең үздік дайвинг бағыттарының бірі. Мұндағы су мөлдір, көрінісі ертегі әлеміндегідей, ал маржан рифтері тіршіліктің мың түсті көрінісі. Шарм-эль-Шейх пен Хургада сынды курорттар дайвинг әуесқойлары үшін жұмақ саналады. Су астында ежелгі кемелердің қалдықтарын зерттеп, акулалар мен дельфиндерді кезігу мүмкіндігі де бар. Бірақ акулаға кезікпей-ақ қояйық. Египетте тіпті ешқандай сүңгі көрмеген адам да қысқа курстар арқылы бұл хоббимен таныса алады. Дайвинг бұл тек қана суға түсу емес, бұл басқа бір әлемге саяхат.